Поэзия досым менің күй аңсаған, өзімді, өмірімді қиям саған. Шағымда шабыттанған, қиялданған, шапағың бар, шаттығын құяр маған. Бүкіл әлемдік поэзия күніне орай Нұр-Сұлтан қаласы орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне қарасты нөмірі 10 көпшілік кітапханасы кітап әлемнің жаршысы поэзия шарасын көз көрмейтін және нашар көретін азаматтарға арналған кітапханада өткізіп жатыр. Шараға Мичурин Күйгенжар кентінде орналасқан нөмірі 42-43 орта мектептің оқушылары келіп отыр. Кітапхана меңгерушісі Адайұлы ғалым оқырман оқушыларға көз көрмейтін және нашар көретін оқырмандардың кітап әлемін қалай танып біле алатынын көрсетті. Құрметті оқырмандар, мына алдыңызда тұрған диктофон бұл бірнеше бағытта жұмыс жасайды. Бірінші жаңағы бағытты бұл диктофонмен орны бар, мына осы флешка арқылы салып аудиокітап тыңдауға болады. Сонымен қатар байқасаңыздар, артқы жағында фото түсіретін камерасы бар. Сол камераны жаңағы газетке не болмаса журналға қойып фотоға түсірсеңіздер, сол жаңағы газеттегі тексттерді оқып береді. Мына екінші құрылғы бұл лупа, электрондық лупа дейді. Бұл әсіресе көз нашар көретін жандарға керемет құрылғы. Себебі мына дәрі болсын, не болмаса жаңағы газеттегі болсын, кішігірім әріптерді осы электрон лупа арқылы оқуға болады. Сонымен қатар мына шашки. Бұл шашки жалпы дойбы дейді ғой. Осы дойбыны мысалы қалай ойлайсыздар, көзі көрмейтін жандар қалай ойнай алады? Жалпы бұл жерде арнайы байқасаңыздар, мына дойбыда арнайы жағы бекітілген. Мынау тақтайша. Осы тақтайшаның байқасаңыздар, мына ақ жағы кішкене ойылған, ал мына қара жағы кішкене жоғары. Осы бағытта жаңағы көзі көрмейтін адамдар қолын жаңағы сипалау арқылы шашки ойнай алады. Мына екінші 9 құмалақ, енді ол өздеріңіз білесіздер, 9 құмалақ арқылы тек қана санау арқылы. Бұл жерде жаңағы қолдың сипау арқылы, қолмен жаңағы сезу арқылы, санау арқылы 9 құмалақты ойнауға болады. Ал енді мынау жаңағы Braille жүйесінің қалай үйренуге болатын арнайы тақташа. Бұл жерде жаңағы өзіңіз көріп отырсыздар, 6 нүкте тұр. Сол 6 нүктенің бір нүктесі бір әріпті белгілейді. Мысалы қарап отырсаңыздар, мына бірінші нүкте ол А әріпі болса, екінші бағыттағы ол Б әріпі болып есептеледі. Осылай жаңағы көзі нашар көретін жандарды осы құрылғымен үйретуге болады. Жалпы айтарым осы сіздерге. Халқымызда біртуар ақындар мен жазушылар көп ақ. Солардың ізін жалғастырар жастар да жеткілікті. Сондай бір оқырмандарымыздың өлеңдерін тыңдайық. Ыбырай Алтынсарин өзен, таулардан өзен ағар сарқылдаған, айнадай сәуле беріп жарқылдаған, жел соқса, ыстық соқса бір қалыпта, аралап тау мен тасты арқылдаған. Көңілің суын ішсең ашылады, денеңде бар дертіңді қашырады. Өксіген оттай жанып жануарлар, өзеннен рахат тауып басылады. Авторы Сұлтан Махмұт Торайғыров. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болы. Қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болы. Мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. Еңбек бейнет тарауы рахатқа сарқылар. Саят Әбенов, аналардың дауысы. Есеткенің сезбесем де заманның, балалығы әсте қымбат адамның. Естіп өстім, ойнап жүріп дауыстың, үйге кір деп шақыратын анамның. Ол дауыста мейірімнің шыны бар. Ол дауыста аналардың сыры бар. Ол дауыстың құдіретті екенін, анасынан айырылған жанырғын. Жырақтасам сағынамын дауысын. Сол дауысы
өмірімнің мәні үшін. Сондықтан да аналардың дауысы алтыннан да қымбат әрбір жан үшін. Поэзия өмірдің әрімен нәрі. Ол сәбидің күнәсіз ажары. Жарқын жанары, күміс күлкісі, жанды қуанышы. Поэзия сөз өнері.